Неге жыртылады қыздар? Бірінші, әрине ол кейбір қыздар әрине 4 килограммдықта болсанады, жыртылмай жақсы. Кейбіреулер 3,5-да да жақсылап жыртылады деген сияқты. Кішілер рет ұстамауы болуы мүмкін. Содан кейін сезбейді, жыныстық қатынас кезінде сезімталдығы жоғалту, ондай да болады. Көбінесе осындай салдарынан сексуалдық жолдасымен жағдай кішкене өзгеру мүмкін. Егер қатты жыртылмай құрыс созылып кетсе, оны қалпына келтіру деген сияқты. Жаңағы мен алдын ала айтып кеткен опущение дейді, я. Секірген кезде, түшкірген кезде кіші дәрет ұстамау, ол да жиі кездеседі. Аппарат бар, қынапты кішірейтетін. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін табаласыз, тақырыптар аралас. Босану кезінде әйелдер жаңағы процестің өзі қиыннан бөлек, мысалы алғашқы рет босанғанда және де біз білеміз, шекелері торсықтай бала дүниеге әкелді деп жатады ғой. Сол кезде мысалы босану барысында әйелдерде мысалы разрыв дейміз, жыртылыс болады. Мысалы жаңағы қынап жыртылады, жаңағы аралық жыртылады, анустың өзіне дейін жыртылып кетеді. Салдары өте қиын болып жатады. Сол жайлы айтып өтсеңіз жалпы. Мен де бұл проектті өзім бастаған, осы 1 жыл бұрын босанғаннан кейінгі қалпына келу кезеңі деп. Себебі бұл қыздар кішкене дұрыс емес, ол қиын кез. Босанғаннан кейін өте көп жаңағы салдары болады. Ең негізгі жыртылу, алдын алу деген бар. Неге жыртылады қыздар? Бірінші, әрине ол даярланбаған қыздар. Қазіргі мектептер көп босанғанға даярлық ретінде қалай демалу керек, қай кезде тоқтау керек. Ол кезде тыңдау өте қиын. Бірақ мен біріншімде мен тыңдамадым, өзімді айтамын. Себебі ол кезде екіншімде мен түсіндім. Дәрігер болсам да қай кезде тоқтау керек, қай кезде тыңдау керек. Сол маңызды, себебі бала шыққан кезде нақты демалып, дәрігер айтқан кезде ғана, сондықтан жақсы бір дәрігерге бекініп, жақсы жаңағы дәрігердің айтқанын жасап тұрса, жыртылмау керек қыздар. Екінші, крупный плод дейді, үлкен бала босанған. Олар енді онда мен айтам, 30 аптадан кейін қыздарымды мен диетаға отырғызып тастаймын. 30 аптаға дейін бала көбінесе ішкі мүшелері жаңағы ағзалары дамиды да, 30 аптадан кейін әйел адам декретке шығады, жұмыс істемейді, қимыл аз болады, көбінесе кәдімгі көп жаңағы осындай тағамдар жаса бастайды, кухняларына жетіп деген сияқты, пирожки, торт дегендердің барлығын пісіреді, өзі соның бәрін жейді. 30 аптадан кейін ең негізгі баланың құр салмағы қосылады. Осы аралықта керісінше спортпен айналысқан жақсы, йога деген сияқты. Қазір карантин ашылса, жаңағы бассейн деген өте жақсы. Содан кейін кардио, кішкене жүруге, көп диета, оның тамақ емес, тәтті тағам емес, шөп, салат көбірек, сорпа деген сияқты осының барлығын қадағалап, кәдімгідей мен диетаға отырғызамын өз қыздарымды. Кейін артық салмақты бала босанбауға тырысу керек. Енді орташамен 3,5 килограммнан аспау керек. Әйел адамның өзінің ағзасына байланысты, бойына байланысты, жамбасына байланысты, соғанда байланысты кейбір қыздар әрине 4 килограммдықта босанады, жыртылмай жақсы. Кейбіреулер 3,5-да да жақсылап жыртылады деген сияқты. Сондықтан қантқа да байланысты. Кейбіреулер қант диабеті бар болса, бала ірі болып туылады. Ол ауру, енді ол саулық емес. Сондықтан оның барлығы бірінші жүктілікті жоспарлаудан бастау керек. Мен айтам, 50% баланың денсаулығы жүктілікке жоспарлаудан басталады. 50% жүктіліктің өзіне. Сондықтан жүктілікті жоспарлап, денсаулықты дұрыстап алса, жаңағыдай ешқандай қант диабеті болмасын, басқа асқазан ауру, ешқандай аурулар болмаса, дәрумендер жеткілікті болса, содан кейін жүктілік кезінде нақты ауырмай, барлығын дұрыс қабылдап, дұрыс жаңағы бала әйел адам ауырмаса, енді бала ағзасы дұрыс қалыпты дамып, орта салмақты бала босанса, көбінесе ондай болмау керек. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Мысалы, ірі торсықтай, шекесі торсықтай бала дүниеге алып келді. Жаңағы жыртылыс болды. Соның салдары қалай болады? Бұл көбінесе жаңағы ішкі ағзаның жатырдың мойны, содан қынаптың өзі төмен түсу
төмен түседі. Содан кейін кіші дәрет ұстамауы болуы мүмкін. Содан кейін сезбейді, жыныстық қатынас кезінде сезімталдығы жоғалту, ондай да болады. Соның барлығы әрине, содан кейін жаңа жыныстық қатынас кезінде жел пайда болады. Ол да кішкене жағымсыз қыздарға да, еркектерге де. Жел. Жел. Соның барлығы енді көбінесе осындай салдарынан сексуалдық жолдасымен жағдай кішкене өзгеру мүмкін. Ол енді егерде әйел адам жыныстық қатынасында немесе еркек екеуі сезбесе бір-бірін енді, ол да енді кішкене өзгерістерге әкеп соқтыруы мүмкін. Мысалы, Қазақстандағы статистика бойынша жаңағы бір себептің бірі сол жыныстық қанағаттанбау. Мысалы, жаңағы айтып жатқандай, мысалы, босану кезінде күрделіліктер болады да, сосын мысалы, ері қанағаттанбайды, сол жаққа жүріс жүреді деген сияқты мәселелер орын алып жатады. Жаңағы соның мысалы қандай жолдары бар енді шешімі, мысалы, операциямен оны қалпына келтіруге болады ма? Разрывтан кейін, жыртылыстан кейін операция қалай жүргізіледі? Енді сіз айтқан сияқты әрине оларды ондай жыртылысты бірден операция жасатады. Сол роддомда қалпына келтіріп, оның бәрін тігіп, бірақ жібереді. Бірақ эстетика ол жерде әдемілікке қарамайды, көбінесе тез, себебі енді босанғаннан кейін әйелді қалпына келтіру ол кішкене қиында, уақыт оған керек деген сияқты. Ал мүмкін содан кейін эстетикалық жағында енді дәрігерге барып қосымша операция жасату мүмкін. Оның барлығы жасалады. Қазір өте әртүрлі жақсы, менің ойымша, операцияның түрлері көп мамандар бар ондай жасататын. Ол жолдары бар. Мен керісінше операциялсыз қандай жолдар бар деген сияқты. Енді операция ол бәрібір әр әйелге қиын операция. Операциясыз егер қатты жыртылмай құрыс созылып кетсе, оны қалпына келтіру деген сияқты. Жаңағы мен алдын ала айтып кеткен опущение дейді, кішкене төмен түсу деген сияқты. Әйел жыныс мүшелерінің ішкі органдары төмен түсу бірінші. Екінші, нақты секірген кезде, түшкірген кезде кіші дәрет ұстамау, ол да жиі кездеседі. Үшінші, жаңағы сезімтал жыныстық қатынас кезінде сезбеу, ол өте жиі кездесетін. Ол жиілеу кездеседі жыртылғанға қарағанда деген ғой. Оны біз қалай Кегель, упражнение Кегель жасатады. Оны бірақ әйел адам нақты өзі аяқ басы бастау керек те тастамау керек, жасау керек. Үнемі жасап тұру керек. Ол үнемі жасату керек. Содан кейін жас кете, 40 жастан кейін оның барлығы қалпына келу қиын. Оған тағы да жаңағында мен айтқан сияқты микроэлементтер, дәрумендер керек. Егерде сіздің теміріңіз өте төмен болса, қандай упражнение жасасаңыз да, не істесеңіз де ол қайттан созылып кетеді. Операция жасасаңыз да рецидив дейді. Бір операциядан кейін 5-6 жылдан кейін қайттан солай болады, созылып кетеді. Сондықтан нақты жаңағы бұлшық еттерді керек, оған микроэлементтер оны да беру керек, оны да ұмытпау керек. Жалпы қынап бұлшық ет және оны андай тартып, жаттығулар жасап, ұстап тұру керек. Жастарда жақсы қалпына келеді, жасаса. Енді кішкене 40 жастан асқаннан кейін ол қиындау. Сол кезде операция жолдары әрине мүмкін жақсы болады. Ал оғанға дейін біз тағы да біздің клиникада біз лазер жасаймыз. Лазермен содан кейін миомет деген миостимулятор, нақты аппарат бар, қынапты кішірейтетін. Сонымен бірге жасатамыз. Лазер мысалы ол шірішті қабатына әсер береді, жақсы сезімталдық береді, өте кішірейтеді қынапты, бірақ уақытша. Ал миостимулятор ол бұлшық еттерді кішірейтеді, жақсылап тартады. Осы екеуін комбинация жасатамыз біз. Гиалуроновая кислота, сол уколмен жасатамыз. Оны да кішкене кішіретіп, керек жеріне кішкене сезімтал беретін жеріне инъекция жасаса, точка G дейді, жаңағы клитордың үстінде укол жасасақ, кішкене сезімтал жақсы болады қыздарда. Ол енді ондай жасаймыз. Бұл енді операциясыз жолдары, барынша қалпына мүмкін жас кезінде осындай нәрселер жасап, себебі босанбағаннан кейін барлық енді 2-3 қанша бала керек, босанбағаннан кейін мүмкін жаңында операцияны кішкене кешірек жасатса деп ойлаймын. Бірден емес, жас кезінде емес. Кейбір қыздар бір баланы босанып, бірден операция жасап тастайды, келесі кезде бұл қыздар өздері босана алмайды. Олар тек қана кесар тілігімен ғана босанады. Ол да кішкене керек емес деп ойлаймын. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба